Сәлем достар, адамдардың көбі бала немесе жасөспірім кезінде істеген істерін аса ойламайды. Бұл тек құр сөз емес екен, статистикамен көптеген шын өмірде жиі кездесетін оқиғалар дәлелдейді. Әрине мен қазір барлық жасөспірімдер жайлы айтып отырған жоқпын. Бізді көріп жүрген жас адамдардың барлығы рационалды ойлау қабілетінің иесі екеніне толықтай сенемін. Ал біз бүгін ойлау қабілетімен қоштасқан жастар жайлы айтамыз. Сізбен бірге Пазл каналы. Осы видеода Америка құрама штаттарында жастардың арасында тарап жүрген сұмдық ойындарды көрсететін боламыз. Серфинг атты спорт түрін барлығы жақсы білетін шығар. Арнайы тақтай мен толқын үстінде тепе-теңдікті сақтау спорт түрін жүздеген жылдар бұрын Тынық мұхит аралдарының тұрғындары ойлап тапқан. Сол кезден бері серфинг өз өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бірақ қазіргі американдық жастарды су толқыны еш қызықтырмайды. Олар көліктің үстіне мініп тепе-теңдікті сақтауды шығарды. Кар серфинг атты ойын үлкен жылдамдықпен тарап, бірнеше жастардың өмірін әкетіп үлгерді. Ойсыз жастардың ойлауынша бұл камераға түсірілген әрекет оларды танымал батыл адам етуі мүмкін. Ал жарақаттар жайлы ойламай қойса болады. Сүйектердің сынуы, бұлшық еттердің жыртық жаралары. Ары кетсе өлім. Интернеттегі қаралымдар маңыздырақ емес пе? Достар, бұл жай ғана ирония, яғни мазақпен айтылған сөз. Көліктің үстіне мініп қайталап жүрмеңдер. Америкада жүргізуші куәлігін жаңа алған адамның қасында жолаушы ретінде жастарға отыруға болмайды деген ерекше заң бар. Заңды ұстану мақсатында емес, керісінше оны ойынға айналдыру үшін, сонымен қатар куәлігінен айырылмас үшін жасөспірімдер жүк салғыштың ішіне кіріп, бұның бәрін ойын қылып көріп, көлікпен керекті жерлеріне дейін барып қайтып осылай жүретін. Бұл Америка құрама штаттарында жастардың арасында тараған транкинг атты ақылсыз ойын. Калифорния штатында 2 жасөспірімнің өмірін әкетті. Ал бұл жынды іске жігіттер қалай өз еркімен баратын түсінбеймін және түсінгім келмейді. Ойынға келіскен адам аяғын екі жаққа көсілтеуден кейін тура ортасына бар күшімен тебіс алады. Осы ойынға келіскен санасыз жігіт ұзақ әрі шыдамсыз аурудан қиналып жатқан кезде айналасындағы достар күлкіден өліп жатады. Бұл сұмдық ойыннан кейінгі салдары өте ауыр болатыны сөзсіз анық шығар. Жақында Америка құрама штаттарында жастардың арасында қолға арналған дезинфекциялау сұйықтықты, яғни сұйық сабынды ішу ойынға айналды. Алкогольді ішімдіктерді әрине балаларға дүкендерде ешкім сатпайды. Сондықтан жастар сұйық сабынның құрамындағы спиртке құштар болады. Әрине бұл ақылсыз істен кейін ауруханалар артқы жағымен ойлайтын уланған балаларға толы болады. Әр елде есінен ауысқан адамдарымен тура сондай ойындары болады. Сол ақылсыз және қауіпті ойындарының көбі Жапония елінде пайда болған. Солай қазіргі кезде Америкада таралып жүрген көзді тілмен жалау ойыны да Жапония мектептерінде шыққан. Бұл ойынның басқа ойындардағыдай еш мағынасы жоқ. Жай ғана тілмен көзді жалап шығу керек. Ең алғашында жастар бұл ойынды тек өз араларында ойнап ешкімге айтпайтын. Кейін видеоға түсіріп интернетте тарата бастапты. Мұндай заттармен айналысуға ойлары қалай әкелетінін білмеймін. Көліктің ішінде де сыртында да болдым. Сұйық сабынды іштім, бұтымнан айырылдым. Неге енді досының көзін жаламасқа? Білмеймін, мүмкін бұл жиіркенішті ойындар тура осылай пайда болатын шығар. Теріскеннен бастап көздің іріңді конъюнктивиті мен көру қабілетінің айырылуына дейін әкелуі мүмкін. Біздің көрермендеріміздің және жалпы халқымыздың арасында осындай ойсыз жастар жоқ екеніне сенеміз. Егер сіз де адекватты адамдардың қатарына болсаңыз, лайк басыңыз. Қанша екенімізді тексерейік. Лайк басуға ұмытпаңыз. Және Пазл каналына жазылып, мына жердегі қоңыраушаны басыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз. Сонымен қатар онлайн және Пазл Лайф атты YouTube арналарымызға жазылып қолдау көрсетіп кетіңіз. Біріншісінде мағыналы видеоларды, ал екіншісінде біздің өмірімізді көре аласыз. ВКонтакте тобымыз бен Инстаграмымызды қалдыра қоймай, оларға да тіркеліп кетіңіз. Әдеттегідей барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.